Атырауда қоғамды елең еткізген ауыр іс бойынша күдікке ілінген азаматтың әкесі алғаш рет ел алдына шықты. Ол ұлына тағылған айыптауларға жүрегі сенбейтінін айтып, жан айқайын жеткізді. Әкенің айтуы бойынша, соңғы күндері әлеуметтік желілерде түрлі болжамдар көбейіп кеткен. Бірі ұлын кінәлі десе, енді бірі әртүрлі нұсқа айтып жатыр. Алайда әке жүрегі баласының мұндай іске баруына сенбейді. Ол телефонды ашсаң болды, бәрі бір бақытқа бұрылып кеткендей. Әркім өз жорамалын айтып жатыр. Бірақ мен әке ретінде оның мұндай әрекетке баратынына сенбеймін. Мінезі жұмсақ, ешкімге жамандық ойламайтын бала еді, деп көзіне жас алды. Бұл сөздер қоғамды екіге бөлді. Бір тарап күдікке сенбесе, екінші тарап істің шындығы тергеу барысында анықталатынын айтады. Ал әке үшін ең ауыры жұрт пікірінің тасқыны. Себебі әр ата-ана баласын жамандықпен байланыстыруды қаламайды. Атырау өңіріндегі бұл жағдай көпшілікке бір ой салды. Шындықты тек ресми тергеу ғана анықтай алады. Ал қауесет пен жорамал тағдырды өзгертіп жіберуі мүмкін. Оқиғаның ақ-қарасы әлі толық белгілі емес. Бірақ бір әкенің жүрегі көпшіліктің назарын аудартқан шындық. Қоғам үкім шығаруға асықпаса екен. Осындай шынайы оқиғалардың астарында үлкен тағдырлар жатады. Келесі бөлімде бұл істің қалай өрбігенін баяндап береміз. Құрметті тыңдармандар, біздің арнамызды жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар.